кезінде маған тіс тырнағымен жау болған жігіттер бар. Қазір мысалы бізді қолдайды. Неге? Ол Құдай жүректеріне ақиқат салды ғой. Ақиқат салды. Мысалы, Сайрагүл Сауытбайдың сотында 2018 жыл августтың 1-інде Жаркентте дастархан жайған жігіт туралы айттым, қайталап айтайын. Кезінде мені өлтірмек болған жігіт екен. Неге? Қаржы пирамидасының атаманы екен. Мен пирамидаға қарсы күні-түні лекция сөйлеймін. Ашып, шашып тастаймын пирамидалық алаяқтықтар. Бүйтіп алдайды, әйтіп алдайды. Ана дәрі, ескерте салсаң жазатын дәрі, мынандай бизнес, анандай байды, мынаны сат, анандай адам тап, бәрі деп тұрып, ашам кеп. Сонда өлтірмекші болды. Ең соңында көзі жетіп, пирамиданың ол құрдымға кететінін, елді де алдайтын, абыройдан да кететін, ақшадан да кететін біліп, ақиқатқа қайт. Сайрагүлдің сотында дастархан жайды Жаркент қаласында. Елдің бәрі біледі. Құлгерім Елемес ағамыз бар, тағы қалың жағымыз Ырысбек Сәрсенбай бар, мысалы, бәрі біледі. Сонда сол дастархан жайған жігіт рахмет айтты елдің бәрі. Рахмет, осыны ұйымдастырды, үлкен дастархан жайды бір кафеде кәдімгі. Сонда айтты, Серікжан ағамызды мен сол кезде қатты жек көретінмін. Бірақ бәрібір ең соңында осы кісінің ақиқат екенін білдім. Мен кешірім сұраймын деп бүкіл дүйім жұрттың алдында кешірім сұрады. Міне, Құдай жүрегіне ақиқат салған адам да. Ақиқат салған адам. Сондықтан жаңа көршілердің бәрі топас демеңіз, шайға шақырыңыз. Оның енді жаралмышы сондай IQ төмен болса мүмкін, дұрыс оқымай қалды мысалы, деген сияқты. Сон шайға шақырыңыз, ақырын-ақырын, әркім деңгейі бойынша қабылдайды. Әркім деңгейі бойынша қабылдайды. Сондықтан бәрін ақырындап айтып, ренжімей айтып, түсіндіріңіз. Бізде мысалы Қытай геноцидін әлемге әшкерелейтін үлкен күресімізді бастағанда, қаншама ойбай осы теманы көтеріп қалғанда бізді түтіп жеп қойды ғой. Күні түнді бораған, боқтық, жала, қаралау, өсіп тұр ғой интернетте, әлі тұр. Менің өзім емес, марқұм әке шешемнің туыс туған атына айтпаған нәрсе қалмады ғой. Өмірімде ондай жала естіген көрген жоқпын. Неге? Біз бір үлкен империяны жаңа әлемге масқара қылып қылмысын ашып жатырмыз да. Ол империяның ақшасы көп қой, адамы көп, командасы көп. Ала істе, қарала, жалала, абыройын өт, сотқа сүйре, әйт, бүйт, абыройын төк, елді сенбейтін қыл деді. Істеді ғой, біз жалғызбыз. Біз қолымызда сол телефондан басқа түгіміз жоқ. Телефон, бүйтіп отырып сөйлейміз жаңа телефонда. Ол кезде мынандай тікелей эфирге де шықпаймыз. WhatsApp'та сөйлейміз. Бәрі жаратушының хикметімен ана ақиқатты қолдайтын ел өздігінен жиналды ғой. Біздің аудиода сөйлеген лекциямыз тарап, аудиода WhatsApp'қа тарап, ол кезде YouTube'ты білмейміз. YouTube деген зат жаңа шетін шай ма, көк шай ма, қызыл шай ма білмейміз. Тыңдаймыз ғой, бірақ оны салады дегенді де білмейміз. Кім YouTube'ке не салды дейсің? WhatsApp'та тарап жүрген жерінен дат газетінде біреу жіберіп береді ғой. Тыңдаңыз шөне. Дат тыңдап, Бақтыгүл Мәкішқызы әгіні текстке айналдырып, Қытайдың жұмсақ күші деген лекциямды датқа салады ғой. Бірінші. Дат бір күні көшеде газетте датты алып оқып тұрады. Қытайдың жұмсақ күші бізге осындай белгісіз WhatsApp аудионы өстіп бір поштадан келді, тыңдаңыздар деп. Өстіп керемет екен, тыңдаңыздар, сіздерге керек деп жібердім деп деді. Оны жіберген албаты біреу, мен жіберген жоқпын міне. Мен датқа мақалам жарияланған сол бірінші рет екен. Міне. Әлгіні көріп, содан өзім бардым. Мен ғой мынаның авторы дедім. Таныдым да осыңнан дейді. Мына кісі айналдырды. Бақтыгүл Мәкімбай апайымыз марқұм қайтыс болып кетті. Мысалы, иманды болсын ол кісі. Сол кісі текстке айналдырып, сөйтіп жариялады. Артынан екінші аудиом кетті. Сингапур синдромы және Қытай қаупі. Сингапур Малайдың жері еді. Соны Қытай демографиялық жолмен жаулап алды. Сингапур синдромы Қазақстанда болуы мүмкін, Қытай қаупі бар деген лекцияда. Ол жазылды. Сөйтіп ақырын адамдар біртіндеп өзгере бастады ғой. Біртіндеп өзгере бастады. Міне, көрдіңіз ба? Сол үшін ол ерінбей жұмыс істеу керек. Сосын әрбір жылаған еңіреген қазақты біз де жалыққан жоқпыз. Ана медиаға хат жазамыз, мына медиаға хат жазамыз. Есімде жоқ, 40 рет жаздым ба, 100 рет жаздым ба, сонда бірінші рет Американың медиасынан жауап келді. Интервью басталды, міне сөйтіп басталды. Сондықтан үздіксіз жұмыс істеу керекпіз. Мысалы, мен де рахаттанып Америкада жүрсе маған кім не дейді? Атымды жаздым ба, жаздым, тарихта қалдым ба, қалдым, абырой таптым ба, таптым, бедел таптым ба, таптым, Біріккен ұлттар ұйымында атым аталды ма, мені ақтады ма, қылмыссыз деп ақтады. Америка конгресінің атым аталды ма, аталды. 100 мыңдаған қазақты құтқардық па, құтқардық. Қытайға санкция салғыздық па, салғыздық. Қытай геноцидін әлемге аштық па, аштық. Болды, енді мен қош айттым, сау болыңдар қазақтар, қабыл деп
мына жағыма бір қара зеңгінің қызын құшақтап, мына жағыма бір көкшегір сары қызды құшақтап алып жүрсем, мені кім кінәлайды? Қайсыңыз кінәлайсыз? Анда-санда инстаграмға шығып, кім кінәлайды маған? Кім кінә артады? Сен міндетіңді атқармай, жұмысыңды атқармай, үй жұмысыңды орындамай деп кім кінәлайды? Мен кімге жауап беремін? Рахаттанып, жақсы қазақтар, енді аман болайық, той көп болсын, тойдан тойға жеткізсін, жақсы деп қойып жүре берсем, мені кім, қайсыларыңыздың кінәлауға құқыларыңыз бар? Арым жібермейді. Ұлтымды сүйген ұжданым жібермейді. Атам алашшы болған, жадитші болған, жадиттік жаңа оқу ағартумен оқыған. Әкем ұстаз болып, жоқ жерден мектеп салған, малшы көшпенді, киіз үйде көшіп жүрген қазақтың баласын мәжбүрлеп әкеп оқытқан. Мен де сол жалғасқан ұстаздығымды жалғастырып отырмын. Мен қазір бүкіл қазаққа білім беріп отырмын. Басқаша ойлауды үйретіп отырмын. Қаншама адамдар сөйлеп отыр. Қайсы күні бір жігіт бір нені жіберіп беріпті. Енді разы болдым. Бір қарапайым жігіт сөйлепті. Сөз ләміне қарағанда осы батыс жақтың жігіті ғой деймін. Батыс жақтың жігіті. Серікжан мен Назарбаев деп сөйлеген ғой. Ой, разы болдым енді. Серікжан мен Назарбаев дейді. Тауып берейді соны. Енді сол жігіттің берген бағасына қарап, мен мысалы разы болдым. Назарбаев Серікжан дейді. Ол қалай еді? Әлгі жігіт енді қарапайым жігіт екен. Енді өзі көп лекция сөйлеп жүрмеген жігіт екендігі білініп тұр. Бірақ енді әдемі сөйлегенде енді маған рахметін айтты. Ол жігіт мысалы деп неше түрлі айтып, біздің бұрын соңды алмаған білімімізді берді, көзқарасымызды өзгертті, қаншама нәрсені көрдік деп қарапайым жігіт екен. Мен разы болдым мысалы соған. Разы болдым. Алла оның дәрежесін деңгейін көтерсін мысалы. Мысалы біз осы тақырыпты көтерген кезде деген анау Ресейден бір Гришна, Будда Гришна деген бір орыс шығып сөйледі. Анау бір Алиф ТВ деген бір татар ма біреу, ол бізді ақтап шығады. Өмірімізде көрмеген Еуропа, Американың ұйымдары бізге жаңағы көмекке келеді мысалы. Ойлашы, журналистерін жібереді, мәселемізді көтереді мысалы. Соның бәрін ойлап отырсаң, қандай керемет мысалы. Жаңағы жігіттің несін таппай қалдым. Назарбаев пен Серік. Ол айтыпты мысалы, Назарбаев та шетелде, Серікжан да шетелде. Назарбаев жаңағы не дейді? Назарбаев бүкіл байлықты ұрдап шетелге тықты. Ал Серікжан керісінше дейді жаңағы бүкіл жаңа білімін елге беріп жатыр. Назарбаев елдікін ұрдады дейді. Серікжан елге беріп жатыр. Назарбаев алып тонады, ол берді дейді ма? Кәдімгідей логикасы таста. Енді тілі ондай керемет шешен жігіт емес, енді міндет емес қой. Біреуге Құдай шешендік береді, біреуге математикаға жүйрік қылады, біреуді физикаға жүйрік қылады, біреуді мысалы анаған жүйрік қылады, мынаған жүйрік қылады, біреуге ананы береді, мынаны бермейді мысалы. Менің де мысалы мен IT саласын көп нәрсе білмеймін мысалы. Білгім келеді, бірақ миым оған жетпейді мысалы. Бірақ енді ана жігіттің ұлттық тұрғыдан сөйтіп айтып, кәдімгідей сөйтіп сөйлегенде мен разы болдым. Разы болдым кәдімгідей. Қазір тауып беріп тыңдата қоясыз сіздер. Ол мысалы енді ол жігітке менің разы болатын себебім шындықты айтып отыр да. Разылығын айтып отыр кәдімгідей. Өзінің бір борыштарлық сезімде үгітін айтып отыр. Мен өз көзқарасын ашық айтып отырғанын біліп отырмын. Бағалап отыр да. Бағалап отыр. Мен енді сол үшін жақсы көрдім оны. Ой, мына телефонды Wi-Fi істемей қалды. Wi-Fi істемей қалды. Мына телефоным істемей тұр. Ой, алда хаккерлік шабуыл болды ма? Не бәле болып кетті? Не бәле болып кетті? Одай. Енді ашылды. Міне, таптым. Таптым. Міне мына жігіт. Қалдарыңыз қалай? Назарбаев пен Серікжан билаш деп тұрып айтыпты мысалы. Жүрсіңдер ма? Міне. Енді мен бар ғой. Мен бүгін қозғайында отырған тақырыбым бар ғой.
міне Назарбаев пен Серікжан Біләш деген кісінің сол кісіні міне керемет 3 күн алдында сөйлепті. Альфа Ромео нүкте 164 деген не екен? YouTube канал екен. Альфа Ромео 164 деп ат қойыпты YouTube каналына. Назарбаев пен Серікжан емес, Серікжан Біләш емес, Билаш. Сөйтіп іздесеңіздер шығады. Назарбаев пен нүкте Серікжан Билаш ұлының нүкте айырмашылығы дейді. Мысалы, қарапайым кісі өзінің саяси ойын айтыпты, 13 мың адам көріпті, 1000 лайк жинапты, 304 комментарий жазыпты елдер. Кәдімгі сапалы сөйлеген жақсы жігіт. Разы болдым. Міне, адамдар өстіп ашылады, оянады. Мысалы, мен осындай жігіттердің өз ойын айтып, мысалы, біреу айтады, нең бар анау мынау деу мүмкін. Біреу, қойшы сен деу мүмкін. Міндетті емес. Казгу бітірген, МГУ бітірген, АГУ бітіргеннің сөйлеуі. Міндет емес елдің бәрі жарқырап, костюм шалбар киіп сөйлеуі. 2020 жыл коронавирус кезінде сиыр қораның алдында отырып, қой қораның алдында отырып лекция сөйлей беретінмін ғой мен. Тауда, жайлауда, өзен бойында, қырда отырып сөйлей берем. Сөйлей бер. Міндет емес. Мен де отырып алып, костюмді киіп, галстугымды тағып, шықиып, Италияның костюм шалбарын киіп, өбектікті былай, сөбектікті былай, әйткенде былай, дегрессияда былай, прогрессияда былай деп, оттап, орысша қосып сөйлеп, латынша, грекше терминдерді қосып, миларыңызды ботқа қылып отырсам, былай кел, ой, бірақ не деген ғылыми жігіт дейді. Маған өйтіп, қазақ түсінбейтін жат сөзбен, сөздің арасын былғап, Абайша айтқанда. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы деп Абай Құнанбайдың сөзі бар. Бөтен сөзбен сөз арасын былғап, қазақтың миын аштық, қазақтың бай шұрайлы тілін былғап өңкей, латынша, орысша, грекше терминдер қосып, бытқып, жаңағы. Сөйтіп отырсам, отырам. Айдостарым, дос көшім құсап жаңағы. Объективті, субъективті, дегрессия, прогрессия, жаңағы, бұл жырап жаңағы, перспектива, респектива деп отырсам, отырамайын ба? Ағылшыншаңды сойып тұрым. Отырамайын ба? Қарапайым халық түсінсін деп отырмын. Қазақ тілдің мәртебесі көтерілсін деп отырмын. Қазақтың қара тілімен, жалпақ тілімен бүкіл жер әлемнің ғылым білімін жеткізуге болады. Мен де жаңағындай көлектеп жүрсем әбден болады. Ешкіміңіз кінәлай алмайсыз. Істейтінімді істеп, тасқа атымды ойып, жазып, таңбамды қойып кеткен жігітпін. Мәселе қазақ халқы оянсын деп отыр. Бірінші сауаттылық, саяси сауаттылық. Мысалы, неше түрлі сауаттылықты беріп жатыр ғой елдер, тарихты айтып жатыр, біреу әдебиет, біреу IT үйретіп жатыр, біреу мысалы жарна базар, биржаны үйретіп жатыр, біреу медицинаны, біреу гинеколог, біреу жаңағы қалай жаңағы анау мынауды үйретіп жатыр. Қазір үйреніп кетті, ер мен қатынның қатынасын үйрететін сүмелектер көбейіп кетті мысалы, цифролог, жаңағы нумеролог дейтін бақсы бәлгір қаптап кетті. Бәрі оттаған сөз. Ана шынайы білім айтып жатқан медициналық, мысалы біреу қалай балық өсіруді, біреу қалай қойған, біреу жаңа парникті үйрету, ол дұрыс ғылым. Ал жаңа нумеролог, бұл жайтан анау мына оттаған әңгіме, түсіңе қарап жаңағы. Сен февралдың 2-сі туыпсың, 22, онда сен оттайтын, бәрі шайтан. Ештеңеге сенбе. Мысалы мен тарихи, танымдық, саяси білім беріп отыр. Мақсат қазақты саяси сауатты елге айналдыру. Сондықтан жаңағы қиып тарат дегеннен шығып кетті ғой. Қиып таратыңыздар жаңағындай. Өздеріңіз істей алмасаңыздар, балаларға, көршілерге, таныстарыңыздың баласына сыйақы беріңіздер, ара-тұра көлікпен көмектесіп беріңіздер, апарып тастаңыздар, айтыңыздар, бүйтіңіздер, келісіңіздер, ашыңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар. Мысалы, қазір қанша адам бөлісесіздер? Мысалы, YouTube-те қазір бәріңіздің бір канал ашып алуға мүмкіндігіңіз бар. Коммент жазатын функцияны қосып, сосын дереу канал ашасыздар дегенді ашып, канал ашқанда күні-түні мен құсап сөйлемей-ақ қойыңыз. Бірақ менің лекциямды өз каналыңызға бір кнопканы бөлісу, поделиться, бөлісу дегенді басып бөлісе аласыз да, соны істемей отырсыздар. Мысалы. Жақсы, аман сау болайық, бір дұға қылайық. Күллі ғаламның жаратушысы ежелден бар, мәңгілік жоқ, теңі жоқ, теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ, серігі жоқ, жаратушы жалғыз Алла, өзіңе ғана тәуекел еттік. Өзіңнің барлығыңды, бірлігіңді, пәктігіңді, хақтығыңды зікір еттік, шүкір еттік. Күллі әлемнің жаратушы жалғыз иесі, өзің ғана бізге медет бол. Күллі әлемнің жаратушы Рахман Рахим иесі, қазақ халқының жүрегіне имандылық несіп қыл, батырлықты несіп қыл.
қазақ халқының жүрегіне ақиқатшылдықты, шыншылдықты, турашылдықты несін. Қазақ халқының көкірек көзін аша көр, Алла. Алла, қазақ халқының көкірек көзін аша көр. Мынау орыстардың енгізген, коммунистердің, шайтандардың, сатанистердің, мына дінбұзарлардың енгізген мың сан ауруынан, дертінен қазақ халқын айықтыр. Алла, қазақ халқын ақиқат үшін күресетін, шындық үшін табандап тұрып бере алатын, өзіңнің мейіріміңе, рахымыңа, махаббатыңа бөленген, нығметіңе бөленген сүйікті қауымдарыңның сапына қоса көр, Алла. Алла, бұл дүниеде де бақытты, бай, баяшат, еркін, әділ өмір сүретін, ол дүниеде мейіріміңе, шапағатыңа бөленетін, екі әлемдегі нұрлы жарық болған, шуағыңа, шапағатыңа бөленген сүйікті қауымдарыңның сапына қоса көр, Алла. Амин, Аллаху акбар. Жақсы, аман сау болайық қалың елім қазағым. Аман болыңыздар. Бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын.